Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы топырақ жағдайы, антропогендік өзгерістер мониторингі және оларды іске асыру қағидалары. Бүгінгі тақырыптың негізгі сұрақтары: бірінші, топырақ мониторингі және оны іске асыру қағидалары. Екінші, топырақтың экологиялық мониторинг көрсеткіштері. Үшінші, топырақтың мониторинг түрлері. Төртінші, топырақ мониторингі нысандары. Бесінші, тыңайтқыштар, пестицидтер, гербицидтер, фунгицидтер, улы химикаттарды пайдалану мониторингі. Алтыншы, топырақтағы ауыр металдар құрамын қадағалау. Жалпы, топырақ жамылғысы биосферада ерекше маңызды орын алады. Сондықтан да топырақ жамылғысына экологиялық мониторинг жүргізу, оның кешенді бағдарламасын жасақтау қажеттілігі туындады. Топырақ мониторингі барлық санаттағы топырақтарға жүргізіледі. Әсіресе ауыл шаруашылығына жататын жерлердің құқықты режиміне, сипатына және пайдалану мерзіміне қарамастан барлық түрлерінде жүргізіледі, әсіресе егістік алқаптарында. Топырақ мониторингі негізгі мақсаты топырақтың жай-күйін бақылау, олардың өнімдік потенциалын арттыру, тиімді пайдалану мен қорғау бойынша ұсыныстарды өңдеп жасақтау, жерлердің жағдайын бақылау болып табылады. Негізінен топырақ мониторингі тұрғысынан антропогендік әсерлерге сезімталдығы мен өзінің қызметі бойынша гидросфера мен атмосферадан айтарлықтай ерекшеленеді. Топыраққа антропогендік әсерлердің түрлері гидросфера мен атмосфера қарағанда едәуір үлкен. Топырақтың табиғи жүретінде бұзылуы немесе жойылуы тек химиялық ластану кезінде ғана емес, сонымен қатар ауыл шаруашылық дақылдарын жинау және өңдеу кезінде әртүрлі физика-химиялық әсерлерде нәтижесінде болуы мүмкін. Негізінен топырақ мониторингінің міндеттеріне кіретіндер: ол бірінші, топырақтың жел және жаңбыр эрозиясы салдарынан жыл сайынғы топырақ жойылуының қарқындылығы мен көлемдерін бақылау. Екінші, топырақтың сілтілігі мен қышқылдығының өзгерісін бақылау. Үшіншіден, өсімдік қорегінің басты элементтер балансының дефициті бар аймақтарды анықтау. Төртінші, гидроқұрылысты жобалау мен мелиорация мен тыңайтқыштардың жерді өңдеудің жаңа жүйесін енгізумен байланысты топырақ қасиеттерінің мүмкін өзгерістерін экспертті бағалау жатады. Негізінен топырақтың ластанудан сақтауға, бақылауға арналған жалпы талаптар бар. Сонымен қатар ластаушы заттарды анықтау әдістеріне қойылатын талаптар: ол мемлекеттік стандарт 17.3.304 және мемлекеттік стандарт 17.4.3.03.85-те көрсетілген. Негізінен топырақ мониторинг жүргізу үшін 3 кезеңде орындалады. Ол дайындық, далалық және камералық кезең. Топырақтың экологиялық жағдайын анықтайтын жалпы қасиеттерге топырақтың механикалық құрамы, құрылысы, ылғалдылығы, қышқылдылығы жатады. Топырақтың механикалық құрамы ондағы балшықтың, ұсақ тастардың, құмдардың болуымен сипатталады. Оның құрылысы өмір сүру процестеріне қажетті тығыздық пен әрине ауаны анықтайды. Келесі, ол топырақтың ылғалдылығы, яғни өсімдіктің минералдық қоректенуіне себепші болады және барлық топырақ организмдер үшін қажетті қоршаған орта факторы болып табылады. Енді ылғалдылық шектен тыс мөлшері көп болса да, аз болса да, ол әрине зиянды болуы мүмкін. Келесі, ол топырақ қышқылдылығына тоқталатын болса, ол да ең негізгі экологиялық фактор. Ол жоғары сатыда өсімдіктердің және топырақ организмдердің өмір сүру шартын, сондай-ақ топырақтағы ластаушылардың қозғалысын анықтайды. Жоғары қышқылдылық кезінде ауыл шаруашылық өсімдіктерінің көп түрлерінің өсуі және дамуы баяулайды, микроағзалардың өмір сүруі бұзылады. Жоғарғы қышқылдық кезінде әрине актеу жұмыстарын жүргізу қажет. Тұз ерітіндісінің pH көрсеткішін өлшенген кезде топырақ қышқылдылығын анықтайды. pH көрсеткіші бойынша топырақтың қышқыл, бейтарап немесе сілтілі екенін анықтауға болады. Мысал келтіретін болсақ, pH 4-ке тең немесе одан аз болса, ол топырақ күшті қышқыл топырақ болып есептеледі. Егер pH 5-ке тең болса, онда ол қышқыл топырақ болып есептеледі. pH 6-ға тең болса, әлсіз қышқыл топырақ. pH 7-ге тең болса, бейтарап топырақ. pH 8-ге және одан да жоғары болса, сілтілі топырақ болып есептеледі. Негізінен топырақта тұздардың көп мөлшерде болуы тез еритін минералдық тұздардың құрамының жоғарылауымен сипатталады. Бұл процесс топырақтың физикалық және химиялық қасиеттеріне кері әсерін тигізеді, өсімдіктің өсіп даму жағдайына қолайсыз жағдай туғызады. Бәрімізге белгілі мәлім, негізінен ащы топырақ ол ауыл шаруашылық дақылдарына өсіруге жарамсыз болып келеді.
ащы топырақта өсілген өсімдіктен тұқымның бұғуы, гүлдеуі, өсу өнім беруі төмендейді. Тұздың жоғары концентрациясы кезінде өсімдіктен өлуі де байқалады. Аса үлкен қауіп төндіретінде ол карбонаттар, хлоридтер және сульфаттар. Тез еритін тұз концентрациясын химиялық анализ жүргізу арқылы тұзды ерітіндіде анықтайды. Ауыл шаруашылық жерлерінің топырағы көп мөлшерде тұзды болса, арнайы гидромелиораттық шараларды өткізу қажет, яғни жерді суландыру, дренаж сияқты жұмыстар жүргізу қажет. Антропогендік ықпал көбінесе топырақтың құрамына және құрылысына, сондай агроэкожүйе функциясын бұзылуына әкеледі. Бұл олардың табиғи жағдайын мүлдем басқа жағдайға әкеледі. Топырақ мониторингі ол топырақтың сапалық жағдайын бақылау жұмыстары негізінде бірнеше түрлердің болуымен ерекшеленеді. Мысалы, топырақтың тұздық режимі мониторингі, топырақ ауыр металдармен мониторингі, топырақ мұнай өнімдері мониторингі және тағы басқа. Топырақ мониторингісін бақылау, тексеру, бағалау және болжам жасау топырақтың келесідей параметрлерін жүргізіледі. Жаңа жоғарыда тоқталып кеткенде су және жел эрозиясы, тұздық су режимі, ауыр металдар, пестицидтер және тағы басқа. Негізінен осы топыраққа мониторинг жүргізбестен бұрын біздер топырақтың сынамасын алуымыз қажет және үлгілерді физика-химиялық талдауға дайындауымыз қажет. Ол үшін топырақтың физика-химиялық талдауға дұрыс дайындау үшін сынаманы біз дұрыс алуды жүргізуіміз қажет. Топырақтан үлгі алуды негізінен көктем және күз кезінде жүргізген дұрыс. Сынама үлгісін 5-8 жеке ауданы 100 метр квадраттан 1 гектарға дейінгі жерден алынады. Негізінен жүздеген жылдар бойы жатқан жерден топырақ 0-10 см тереңдікте, ал егіндікте 0-20 см тереңдікке дейін, орманмен жабылған территориядан, орман жабындысынан немесе батпақты жерлерден 0-20 см тереңдікке дейін жерден алынады. Практикада көбінесе топырақ үлгісін алу үшін әдетте конверттеу әдісі қолданылады. Негізінен топырақта көбінесе пестицидтер кездеседі, ал пестицидтер дегеніміз өсімдік зиянкестер мен ауруларына, арам шөптерге, жануарлар экопаразиттеріне, адамдар мен жануарларға ауру тарататын ағзаларға қарсы қолданылатын химиялық заттар жатады. Негізінен осы химиялық табиғаты мен патогендік қасиетіне байланысты пестицидтердің бірнеше гигиеналық, химиялық, өнеркәсіптік классификациясы бар. Тұрақтылығына байланысты пестицидтер өте тұрақты, яғни ыдырау уақыты 2 жылдан көп. Тұрақты ол жарты жылдан 1 жыл аралығында, салыстырмалы тұрақты 1 айдан 6 ай аралығында, тұрақтылығы аз 1 ай аралығында ыдырап кететін пестицидтер жатады. Көбінесе пестицидтерге хлорорганикалық, фосфорорганикалық, сынап-органикалық пестицидтер жатады. Әсер ету объектісіне және химиялық табиғатына байланысты пестицидтер төмендегідей түрлерге бөлінеді. Мысалы, гербицидтер қажет емес шөптесін өсімдіктер толығымен немесе іріктеп жоятын химиялық заттар. Альгицидтер балдырлар және басқа су өсімдіктерін жою үшін қолданылады. Арборицидтер ағашты өсімдіктер үшін қолданылады. Фунгицидтер топырақтағы санырауқылақтарды жою үшін қолданылады. Бактерицидтер өсімдіктердің бактериалды аурулармен, бактериялармен күресу үшін қолданылады. Инсектицидтер ауыл шаруашылығында зиянкестерді жоюға қолданылады. Акарицидтер кенелерге қарсы қолданылады. Зооцидтер кеміргіштерге қарсы қолданылады. Және тағы басқа да пестицидтердің түрлері бар. Мысалы, өсімдіктер жапырағын жою үшін, өсімдіктен артық гүлденуін құрту үшін дефлоранттар, өсімдіктердің дамуы мен өсуін реттейтін химиялық заттар, кемірушілердің басқа да жануарлар үркіту үшін қолданылатын химиялық заттар, репелленттер және тағы басқалар қолданылады. Негізінен бүкіл әлемдегі пестицидтерді қолдану көлемін ұлғаю бұл заттардың пайдалану барысында туындайтын әртүрлі өзгерістерді бақылау, болжау, жан-жақты зерттеу қажеттіліктер туындап отыр. Геосистемаға жасалған химизациядан кейінгі жағымсыз әсерлерді болдырмау үшін эффективті іс-шаралар жасалу тиіс. Ең маңыздылары бұл мәдени өсімдіктердің зиянкестермен биологиялық жолмен күрес жүргізудегі іс-шаралардың әдістемесі бойынша жүргізілу керек. Негізінен пестицидтердің сандық көрсеткіштерін ізін анықтау үшін фотометрия, спектрометрия, люминесценцияны анализ, электрометрикалық әдіс, ион алмасу хроматографиясы, қағаз үстіндегі және жұқа қабатты хроматография қолданылады.
Сонымен қатар топырақтарда жиі кездесетін ол ауыр металдар. Ауыр металдарға атом массасы 50-ден 50 атомдық бірліктен жоғары немесе тығыздығы 6-дан жоғары 40-тан астам элементтер жатады. Егер сыртқы ортада жинақталу қабілеті мен тұрақтылығын улығын ескерсек, онда қауіпті ластағыштар саны және осы металдардың таралу масштабтары төмендей түседі. Ауыр металдар көптеген ферменттердің құрамына кіріп, биологиялық процестерге белсенді түрде қатысады. Ауыр металдар тобы микроэлементтер түсінігімен сәйкес келеді. Жоғары концентрациялы экзогенді элементтерге микроэлементтер термині сәйкес келмейді. Бұл жағдайда көбінесе ауыр металдар термині пайдаланады. Ең алдымен өндіріс орындарында кеңінен көп мөлшерде қолданылатын биологиялық активті және улы металдар өте қауіпті келеді. Ауыр металдар табиғи ортаға табиғи жолмен және техногенді жолдармен түсуі мүмкін. Қайта өндіру ортаның металдармен ластану көзінің ең қуатты көзі болып табылмайды. Бұл өндірістен шығарылатын балды қалдықтар жылу энергетика өндірістерінің қалдықтарынан бірнеше есе төмен. Металлургиялық емес өндірістер, әсіресе көмір жағу процесі биосфераға көптеген металдардың түсуінің басты көзі болып табылады. Отынды жағу кезінде атмосфера шығарылатын заттардың маңызы зор. Атмосфера ауасында ауыр металдар, органикалық және биорганикалық қосылыстар, шаң және аэрозолдер түрінде, сондай-ақ газ тәрізді элементтік формада кездеседі. Бұл кезде қорғасын, кадмий, мыс, мырыш аэрозолдері негізінен диаметр 0,15-тен 1 микрометр болатын субмикронды бөлшектерден, ал никель мен кобальт аэрозолдары негізінен дизель оттарын жаққанда пайда болатын ірі дисперсті бөлшектерден тұрады. Металлургиялық өндірістердің шығарындыларындағы ауыр металдар негізінен ерімеген күйінде болады. Ластағыш көздерден әкетілуіне байланысты ең ірі бөлшектер тұна бастайды. Металдардың ергіш қосылыстарының үлесі жоғарылайды. Металдардың максималды концентрациясының зонасы ластағыш көздерін 2 километр қашықтыққа дейін ауада таралады. Ондағы атмосфераның беткі қабатына металл мөлшері жергілікті геохимиялық фоннан 100 мың есе жоғары, ал қарда 500 мың есе көп. 2-4 қашықтықта екінші зона орналасады. Онда ауадағы металл мөлшері бірінші зона қарағанда әсіресе 10 есе төмен. Қоршаған ортаға жіңішке аэрозолдер түрінде түсетін техногенді шығарындылардың бір бөлігі айтарлықтай қашықтыққа тасымалданады, ғаламдық ластануға келеді. Келесі бөлігі ағыссыз су қоймаларына түседі, онда ауыр металдар жинақталады, екіншілік ластану көзіне барады. Сулы ортада металдар үш формада кездеседі: өлшенген бөлшектер, коллоидты бөлшектер, еріген қосылыстар. Соңғысы бос иондар мен ергіш органикалық және биорганикалық лигандылармен кешенді қосылыстар түрінде көрсетіледі. Бұл элементтердің судағы мөлшеріне элементтің сулы ортада болу формасын анықтайтын гидролиздің тигізетін әсері зор. Ауыр металдардың көптеген бөлігі жерүсті сулармен өлшенген күйінде тасымалданады. Өндірістік және канализациялық тазалау қондырғыларынан алынған шламдардың тыңайтқыштары топырақтың және басқа да ортаның металдармен ластанудың маңызды көзі болып табылады. Қоршаған ортаның сынаппен ластануына байланысты негізгі салаларға тау-кен өндіруші, металлургиялық химия, құрылыстық, электровакуумдық және фармацевтикалық өндірістер жатады. Қоршаған ортаның кадмиймен ластану көздері: металлургия, гальваникалық қаптау, қатты және сұйық отындарды жағу. Ауыр металдар топырақ бөлшектерінің бетіне сіңіріледі, сазды минералдың кристалдық торының құрамына кіреді. Үйреген күйінде топырақ ылғалдылығында және газ тәрізді күйінде топырақ ауасында болады. Биотаның құрамдас бөлігі болып табылады. Ауыр металдардың табиғи және техногендік ландшафттарда профильдік таралу сипаты айтарлықтай ерекшеленеді. Мысалы, техногендік территорияда таралудың регрессивті, аккумулятивті типі тән. Негізінен ауыр металдардың деңгейі кеңістік бойынша таралуда және өсімдіктер түсуінің негізгі себептері топырақтың физико-химиялық қасиеттеріне және ластану көзіне байланысты болады. Негізгі көрсеткіштер бұл металдардың қасиеттері, ластану көздерінің орналасуы, ауа райының шарттары, қала архитектурасы мен құрылымының ерекшеліктері және тағы басқа. Әрбір ластану көзінің приоритетті ластану спектрі болады, ол топырақтың функционалдық белгілеріне байланысты.
Сонымен қатар топырақтың профиль бойынша металдардың кеңістік таралуын айқындауға болады. Қалаларда жүргізілген зерттеулер бойынша ластанудың күшті көзі ол ластану қуаттылығының аздау көзін төмендетеді. Мысалы, түсті металдарды балқытатын зауыттары бар қалалардың топырағының ауыр металдарының таралуы бір керкі емес. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сұрақтар болса, дәріс сабағында Zoom платформасымен талқылаймыз.